Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қалдарыңыз қалай? Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін. Бізде бәрі жақсы. Қазір қойлар суға келді. Жатыр суда. Осы жақта 1 сағатта жатып, сонымен қайтып жайылып кетеді. Қазір аяқтан су жібереміз. Осы аяқта сүт азанда салған. Бүгін сенбілік күн. Бүгін сенбілік күн, 9 мамыр. Бізде Фазендада майопқа шығып жатырық. Осы жақта өзіміз туысқандармен қойлар жатырмыз. Біреу ешкі соқыр болып қалыпты. Көзі ағып кетті. Бізде бәрі шүкір Алла аман есен. Қазір үй жақты барып түсірем. Дастархан дайындап, ет асып, титанға шай қойып, бір майопқа шығып жатыр. Табиғатқа көрелігі сарғайды шөптері барлық жер. Арасында жантақтың түптері, сондайлардағы жерлер бар. Қалған жерлер сарғайып кетті. Кеше күн салқындатты, кешке қарай. Бүгінде қазір салқындатты, жаңа ыстық етін. Кішкене төбе бұлттанып, жел тұрып, азанғы таңғы 4-5-терде жақсылап жауын жауып қайттан қойып болды. Жел алып кетті жаңбырды. Сонымен жел тұрып тұр. Қазір қойды желде. Қойлардың бәрі қырқылғаннан кейін жақсы болып қалды. Міне осы қойлардың күйлері. Қойлардың күйлері осы. Туған қойлар осылай әлі арық көтерілмеген. Тумағандардың еті жақсы. Кеше біреуін сойдық. Жақсы ет бір тоқны. Сол қазір осы қой суғарып жатырық. Бүгінге бір видео түсірейін деп қойлардың бәрі жатыр. Қазір енді үй жақтар түсірем. Түйе тауықтарда балапан шығарып жатыр. 3 тауық шығарды. Біреу шығарды, екеуі енді бастады. Біз оларды түсірем құдай қаласа. Міне біздің тауықтар осылай бөліп қойдық сеткімен. Қазір бүгін шығардық. Мынау тауықты кеше шығарғанбыз. Осылай балалар тасап кетіпті, жеп жатыр. Суларын құйып қойдым, ішіп қойып қайттан құямыз, жемдерін бердім. Осылай жүр. Енді 3-4 күн тұрады, сонымен құдай қаласа далаға шығып жайылады шегірткеге. Сонымен өсіп кетеді құдай қаласа. Ек қораз тауық жоқ. Осылардың қасына келіп жүр. Сырттарын жауып тастадым өз. Көлеңке түсіп тұрсын деп. Ек қораз осы тауықта жүрген. Тауық қора. Сол бізде қазір қонақ адамдар бәрі келді. Тамақ ішіп отырық. Мынау үшеу шығарып тұр, түфай-түфай. Жаңа біреу ағыт. Үшеу шығарып тұр. Үй жақта машиналар. Кішкентай балалар доп ойнап жатыр. Үй жақта сырбаз. Кеше азанда қой сойғанбыз, сонымен сырбаз жасадық. Соны жедік. Ет астық. Ол ет асылып жатыр. Содан кейін қазір шашлик істеледі. Сонымен кешке қарай қайтамыз ғой. Тауықтардың бәрін жайғадым. Ар жақта тағы бір тауық бар. Оғанда оны да шығарамыз.
ертең шығарамыз оны. Сол бізде басқа жаңалық жоқ. Осы көдел сарғайып сап-сары болып тұр. Сол енді. Осы бүгінге бар болыңыздар, аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Сау болыңыздар.